Бүгін біз тура пиццериядағыдай пицца жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керек зат 175 грамм жылы су, оған 1 чайный ложка дрожь, 1 чайный ложка құмшекерді қосып 10 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін оған 25 грамм сұйық май, жарты чайная ложка тұз, соның бәрін араластырып қамыр жасаймыз. Оны жарты сағатқа пакетке салып қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін екіге бөліп тағы жарты сағатқа қоямыз. Қамыр жақсы көтерілу үшін. Енді мен пиццаның соусын жасауға кірісемін. Ол үшін маған 2 үлкенірек помидор керек. Өте кішірек болса 3 алыңыздар. Осылай ыстық суға салып қоямын 10 минутқа. Оға дейін чеснокты, 2 дана чеснокты теркадан өткізіп қоям. Қабықтары алдым, міне қабықтары керек емес бізге. Енді пиццаның соусын жасаған кезде өстіп помидорларын жақсылап блендермен немесе шанышқының көмегімен еземіз. Табаға сұйық май құйып, 3 ас қасық сұйық май қойып, оған қазір чеснокты қуыратын боламын. Міне чеснокты қуырып жатырмын. Ұзақ қуырмайсыздар. Қатты қызарса күйіп кетуі мүмкін. Паприка қосамыз. Міне енді орегано деген приправадан 1 чайная ложка қосамыз. Тұз қосамыз, кішкене тұзды көп қоспаймыз. Осылай соусты дайындаймыз. 1-20 секундтай өстіп араластырып пісіріп аламыз. Содан кейін өшіреміз. Қатты күйдіріп жібермеңіздер. Міне соусым дайын болды. Тестам да дайын болды. Енді осы тестаны қазір майлап екіге бөліп қоямын. Міне ол дайын болам дегенше, тағы жарты сағатта тұрғанша мен колбасамды турап, сырымды турап, помидорымды турап қоям. Міне помидорды да доңғалақтап тураймыз. Әдемілеп. Теркадан сырымды өткізіп алдым. 400-500 граммдай сыр керек. Енді қолмен жайып, жан-жағын осындай бортик жасап қойдым, кішкене ғана. Себебі тестам жұмсақ болды. Енді соусымды жағамында бетіне сыр төсеп, үстіне колбасаны қоятын боламын. Менің каналыма жазыла кетіңіздер, әлі де талай рецепттер болады. Міне колбасамды қойдым. Келесіне помидормен араластырып қоямын. Тестамды осы жылы немен жайдым. Оқтаумен де жайып көрейін деп. Осылай екіншісінде осылай жаямыз. 2 пиццаға жететіндей рецепт қалдырдым. Тура осы рецептпен жүрсеңіздер, бәрі күшті шығады, идеально болады прям. Жасап көріңіздер. Осылай. Кетчуп, майонез жаққаннан гөрі осындай соус жасасаңыздар, өте керемет болады екен, дәмі ерекше болады. Тура пиццериядағыдай. Міне екінші түрін жасадым. Дайын болды. Пиццам міне дайын болды. Өте дәмді болды. Рецепті сақтап алыңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларға да қонақ келгенде де қойсаңыздар күшті болады.